Так, келесі өтетін тақырыбымыз бізде екі параллель түзудің арақашықтығы. Соның біз қазір бірінші бөлімін алғашқы түзудің теңдеуі бар ғой, y тең kx плюс b деген осы түрде берілген теңдеулердің арақашықтығын табатын боламыз. Екі түзу берілген, не көрдіңіздер ғой, параллель түзу тұр. Осы параллель түзулерді біріншісін параллель болған кезде не ғана өзгереді? Олардың b ғана өзгереді, к-лары бірдей болмай ма? kx плюс мұнда b1 десек. Мұна біреу қандай болады? y тең kx плюс не болады? b2 болады да. Так, былай жасайық енді. b1 мен b2 қай жерде орналасады? Мына жерде қиылысқан жеріне таңдап алсам болады ғой, иә? Мынаны неше болады? b1 болады. Мына біреу? b2. Негізі без разница. b2 үстінде тұруы мүмкін. Мынаның орнына минустан да тұруы мүмкін, мынада плюстан тұруы мүмкін деген не ғой? Так, енді қараңыздар. Бұл жерде екі түзу бізде көлденең түрде орналасқанмен көрсетіп қойдым. Көлбеу түрде тұр. Мына x өзімен жасайтын бұрышын белгілеп алсақ болады ғой, осы жерде. Мына жердегі бұрышынша альфасы, иә. Бұл альфа немен байланысты болады бізде? Түбінде мына к-ны шығарып береді, ол тангенс альфа ретінде ше. Осы бұрышын тангенс альфасы. Енді қараңыздар. Осы жерде біздер сәл геометрияға үңіліп қарап жіберетін болсақ, мына жер қандай осьтердің арасы? 90 градус бола ма? Мына бір үшбұрышқа қараңыздар да. И потом мына жердегі үшбұрышқа қараңдаршы. Тағы қай жердегі бұрыш бізде альфа бола алады. Так, мен былай жасасам. Альфа болса, 90 болса, мына жердегі бұрыш қандай болады? 90 минус альфа болмай ма мынау? Иә? Оның жанындағы бұрыш қандай болады? Осы екеуін қоссам. Ар жағы 90 болса, мына екеуінің қосындысы не болады? Тоже 90 болу керек. Егер 90 минус альфа болса, неге альфа деген бұрыш өтіп кетпей ма? Альфа деген бұрыш мында өтіп кете қояды екен. Енді былай жасайық. Мына бір үшбұрышқа назар аударайық. Нерде тұрғанша? Осы үшбұрышқа назар аударайық та, бұл үшбұрышты мен қазір бөлек салып алсам да болады. Так. Қазір біз мына бір екі параллель түзудің арақашықтығын біздер d деп жіберетін болсақ. Так, біздер былай салсақ. Мен қазір оң қаратып салып жатырмын. Неке тікбұрышты болып тұр. Гипотенузасы қандай болып тұр мынау? Ұзындық неден азайту керек? b1-ден b2-ны азайту керек ғой, иә? Енді біздер білмейміз. Мынау минус, мынау плюс болуы мүмкін екен, орын ауысып тұруы мүмкін еді. Сондықтан не істейміз мына гипотенузасын жазған кезде? b1 минус b2 дейміз да, бірақ не істеймін мен? Модульге аламын, ұзындық емес пе себебі? Ол ұзындық болады. Енді қараңдар. Мынау гипотенуза болып тұр. Недегі бұрыш? Табанмен жасайтын бұрышы не болып тұр менде? Мына жер менде альфа болып тұр. Осы альфадан кейінгі не шықты бізде? d шығып тұрған жоқ па? Осы бар арақашықтық. Тоже оның ұзындық екенін білеміз біздер. Альфа нерде ғой? Так, мына бір үшбұрышты мен не істедім? Оң қаратып мында салып алдым да. Ары қарап бүктеп жүрдім да. d астында тұр, альфа мін тұр. Мына бір ұзындық неменде? b1-ден b2-ны азайтқанға тең мына гипотенузаға. Гипотенузаның көлеңкесі не болып тұр менде? d болып тұр екен. Мынаны проекциялап жіберетін болсам не шығады екен сонда? d дегеніміз биіктігі болып тұрған жоқ қой. Бұрышқа қарама-қарсы да тұрған жоқ қой d бізде. Бұрышқа қарама-қарсы болса биіктік шығады. Оны сүйіспен табамыз. Не істейміз қазір бір ұзындықты? b1 минус b2-ны модульге алып неге көбейтемін мен? Косинус альфаға көбейтпеймін ба? Сол кезде не шығады екен менде? Мына бір d шығады екен. Жалпы идеясы міне осы жерде аяқталды негізі. Бірақ біз основной формуланы қорыта салсақ та болады. Кеттік. Косинус альфаны бізде k бар емес па, иә? K не бізде? Тангенс альфа. Косинус пен тангенстің байланыс формуласын қалай шығарып аламыз? Так, синус квадрат x плюс косинус квадрат x тең бір. Екі жағында косинус квадратқа бөліп тастаймыз. Не болады? Тангенс квадрат x плюс 1 тең болады 1 бөлінген немене?
косинус квадрат x болады. Осы жерден косинус өрнек дейміз. Мынау мен мынаның орнына ауыстырып жасайық. Так, косинус x тең болады 1 бөлінген 1 плюс тангенс квадрат x нең астында болады. Бұлар енді плюс минус қою маңызды ма? Бізде маңызды емес. Неге дегенде бізге тауып атқан бұрышымыз всегда не болады? Сүйір болады ғой. Оң мәнді қабылдайтын болсаң, осы күйінше қалдыра берген дұрыс болады. Косинус x-тің орнына мен мына бір мәнді қойып жіберетін болсам, жерде не шығайын деп тұр? d-нікі. d тең болады. Косинус альфаның орнына мен не қоямын жерге? Мына бір нәрсені қояды екенмін. Қараңыздар, мынаған көбейтетін болсам, менде алымда не қалады? b1 минус b2 модуль ішінде қалады да. Ал бөлімінде ше? Мынау қалмай ма? Бөлімінде 1 плюс тангенс квадрат не болады? Альфа болады. Бүйтіп қойсам бола ма? Үстіндегі түбір астынан бірде ештеңе шықпайды ғой бізде. Өзінаған көбейтеді, ештеңе шықпай қалады. Енді қараңыздар, тангенс альфа неменде? К квадрат болмай ма? Сонда бізде d-ның формуласы не шығады екен бізде? d тең болады екен b1 минус b2, мына жерде 1 плюс к квадрат түбір астында екен. Мінекей, екі түзудің несін таптық біз? Арақашықтығының формуласын таптық. Енді біз рандомны бір нелер бере қойық нерге? Кеттік, бір түзулер берейік. Y тең 3x плюс 5y, y тең 3x плюс 13 дей салайық. Міне, осы екі параллель түзу ғой. Параллель екенін неден анықтаймыз? Коэффициенттерден анықтаймыз. 5 пен 13. Арақашықтығы неше деген кезде 8 деп жерге болмайды. Мынаны азайтып ше. Сол үшін біз мына формуланы қорыттық. Қандай сұрақ? Мысалы бізде k-да ше, бізде тангенс 45 градусы бірге тең ғой. X плюс 5 болады да ше. Сол бірге тең мәнді косинус орнына келмей қойсақ болды. Мысалға косинус 1-де 0 градусқа тең ғой бізде. Иә, түбір асты 2 түседі ғой, аңасына бөлінген. 1 бөлінген түбір асты 2 деп қойсаң болады нерге? Жоқ. 1 деген мәнде тангенс 45 градусқа тең. Иә. Түбір асты 2 бөлінген 2-ні әкеліп қойсаң болады. Болмаса бөлінген түбір асты 2 болады ғой. Иррационалдықтан шықпаған түр бола береді. Мына түрі бізге керек болады да. Дальнейшем қазір мыналардың формулаларын шығарамыз ғой біздер. Сол кезде мынандай бөлінген түрде осы тангенспен қорытылған түр керек болады. Мынау основасы нерден шыққан. Так, енді мына екеуінің арақашықтығы 8 болмайтынын түсіндік қой, мынаны азайта салмаймыз. Не істейміз біздер? Мына формулаға саламыз. Не керек бізге? Мынау не? b1, мынау b2. b1-іміз қандай екен? 5 екен. b2-іміз бізде 13 екен. К нешеге екен? 3 емес пе? Мін тұр ғой. К менде 3 тұр. Мына формулаға сала салайық. d тең дейміз. d тең. Үстінде екеуінің айырмасын не істейміз? 5 минус 13-ті модульге аламыз. Астында 1 плюс неше болады? 3-тің квадраты түбірдің астында болады екен. Есептейтін болса, үстінде қанша шығады? 8 шығады, астына түбір асты 10. Сонда d 8 түбірдің астында 10 бөлінген неше болады? 10 болады. Мына екеуі қысқаратын болса, d нешеге тең? 4 түбір астында 10 бөлінген 5 болады екен. Біз өтірік есеп бере салдық. Соның екі параллель түзудің несі арақашықтығы осындай болады екен. Формуласы бізде мынадай. Осы бір формуланы видеоның келесі бөлімдерінде мыналар ішінде қорытып шығамыз. Болды.